Саламатсыздар ма, балалар? Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 87-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, ең алдымен біздің арнамызға подписаться батырмасын басып жазылып алыңдар, себебі біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, сабақтарыңды өздерің жасай аласыңдар, балалар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құстар туралы не білемін, көптік жалғаулы зат есімдердің септелуі дейді. Мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып жауап беремін. Көптік жалғаулы зат есімдердің септелуін білемін дейді, иә? Енді балалар, бірінші бізде 13-ші жаттығу мәтінді оқы. Қайырымды балалар. Сәулет көкке қарады. Қарлығаштар төмен құйылып, кеудесімен жер соға жаздап барып, қайта көтерілді. Келбет екеуі біраз қарап тұрды. Қарлығаштар шырылдап айнала ұшып жүр. Ой, деді сүрініп кеткен Сәулет тізесін сипалап. Әне, ана балапанды қарашы. Қане, қайсы, қай жерде? Әне, байқа, басып кетпе. Келбет келіп қарады. Кіп-кішкентай тұмсығын жерге тіреп қызылшаққа балапан жатыр. Көздерін ашып жұмып дір-дір етеді. Сәулет балапанды алақанына салып көрді. Ұядан ұшып түскен ғой, деді. Тірі ме? Иә, тірі сияқты. Бізден қорқып тұрған шығар. Онда ұясына салайық, деді де, сатын әкеп үйдің қабырғасына сүйеді. Сатыға шығып, балапанды ұяға салды. Сәулет пен келбет сатын алған соң қарлығаштар ұяға қонды. Манағыдай емес, көңілді. Көкке көтеріліп, балалардың төбесінен 2-3 айналып өтті. Данабеков дейді, иә? Енді балалар, бізде астында тапсырмалар берген, сол тапсырмаларды орындайық. Бірінші, мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Неліктен, не олай деген сұрақтарды пайдаланып, мәтін мазмұны бойынша сұраулы сөйлем құра дейді. Қарамен берілген сөздерді теріп жазып, сөз құрамына талда. Олардың қай септікте тұрғанын айт дейді, иә? Қарлығаштар сөзін ауызша септе деп тұр. Енді балалар, бірінші бізде мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар деген, иә? Мысалы, балалар, бірінші, Сәулет пен келбет нелерге қарап тұрды? Екінші, олар жерден не тауып алды? Үшінші, Сәулет пен келбет балапанға қалай көмектесті? Одан кейін балалар, неліктен, неге олай деген сұрақтарды пайдаланып, мәтін мазмұны бойынша сұраулы сөйлем құра дейді. Мысалы, балалар, бірінші, неліктен Сәулет пен келбет жерден балапанды көтерді? Екінші, неге балапанды ұясына салғаннан кейін көңілденді деген сияқты сөйлемдер құрап жазсаңдар болады. Енді қарамен берілген сөздерді теріп жазып, сөз құрамына талда. Олардың қай септікте тұрғанын айт деп тұр, иә? Мысалы, балалар, бұл жерде бізде қарамен жазылған қарлығаштар көздерін балалардың деген сөздер берілген, иә, балалар? Енді бұл жерде балалар қарлығаштар сөзінің түбірі қарлығаш болады. Оған тар деген көптік жалғауының жалғауы жалғанған, иә? Одан кейін көздерін сөзі. Бұның балалар көздерін сөзінің түбірі көз болады. Оған дер деген көптік жалғауы жалғанған. Одан кейін деген тәуелдік жалғауының үшінші жағының жалғауы жалғанған. Одан кейін н деген табыс септік жалғауы жалғанып тұр, иә? Одан кейін балалардың сөзінде түбірі бала болады. Одан кейін лар деген көптік жалғауы жалғанып тұр. Одан кейін дың деген ілік септік жалғауы жалғанған екен. Енді бұл жерде балалар қарлығаштар сөзі атау септігінде, көздерін сөзі табыс септігінде, балалардың сөзі ілік септігінде тұрған сөздер екен, иә, балалар, яғни. Енді бізге қарлығаштар сөзін септеп, ауызша септе дейді, иә? Яғни, бұл жерде қарлығаштар сөзі атау септігінде қарлығаштар болады, ілік септігі қарлығаштардың, бар септігінде қарлығаштарға, табыс септігінде қарлығаштарды, жатыс септігінде қарлығаштарда, одан кейін шығыс септігінде қарлығаштардан, көмектес септігінде қарлығаштар мен болады екен, осылай септеп айтамыз, балалар. Енді келесі бізде, балалар, 14-ші жаттығу мәтінді қатесіз жаз дейді. Құстарды суықтан мамығы мен қауырсыны сақтайды. Қыста азық табу қиын, сондықтан құстар адамға жақын жүреді. Құстардың табиғатқа пайдасы зор. Одан кейін балалар, көптік жалғаулы зат есімдерді тап дейді. Сосын екінші тапсырма, құс және құстар сөзін септеп жазып, өзара салыстыр дейді. Енді балалар, бірінші біз мына мәтінді қатесіз көшіріп жазып алайық, иә? Осылай көшіріп жазып аламыз. Енді көптік жалғаулы зат есімдерді тап дейді. Бұл жерде балалар, көптік жалғаулы зат есім ол
құстар сөзі, иә, құстар сөзі оған тар деген көптік жалғауы жалғанған екен. Енді құс және құстар сөзін септеп жазып өзара салыстыр дейді. Яғни балалар атау септігінде құс құстар болады, ілік септігінде құстың құстардың болады, бар септігінде құсқа құстарға болады, табыс септігінде құсты құстарды болады, жатыс септігінде құста құстарда болады, шығыс септігінде құстан құстардан, көмектес септігінде құспен құстармен болады екен, иә, осылай жазылады. Енді бұл жерден балалар көптік жалғанған сөзбен түбір сөзді салыстыратын болсақ, яғни септеген кезде олардың яғни септіктің жалғаулары аздап өзгеріп жазылады екен, иә, балалар. Яғни мысалы құстардың деп ілік септігінде жалғанғанда, құстың дегенде ілік септігінің тың деген, ал құстардың дегенде ілік септігінің дың деген жалғауы жалғанып тұр, иә, осындай өзгешеліктері бар екен. Енді балалар, келесі 15-ші жаттығу. Құстарға қанат не үшін керек екенін белгіле дейді. Бірінші, сайрау үшін, одан кейін ұшу үшін, дене жылуын сақтау үшін, жауыннан қорғану үшін және желден қорғану үшін дейді. Енді балалар, бұл жерде бірінші құстарға қанат ұшу үшін қажет екен, иә, балалар. Одан кейін дене жылуын сақтау үшін керек екен, балалар. Осылай балалар белгілеп қойсаңдар болады. Енді келесі бізде балалар 16-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті септік жалғауын қойып сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Яғни балалар, мына сөйлемдердің кейбірінде бізде септік жалғаулар түсіп қалған, иә. Сол септік жалғауларын орнына қойып, дұрыстап көшіріп дәптерімізге жазайық, иә. Яғни былай болады бұл жерде. Құстар өте пайдалы. Олар тышқандар мен шегірткелерді, табыс септігі тұр, иә, кеміргіш жәндіктерді, бұл жерде де табыс септігі жалған тұр, иә, жояды, жәндіктерді жояды. Әнші құстар қонақтаған бақтың ішіндегі жемістерге құрт түсіп шірімейді. Осылай балалар дәптерімізге көшіріп жазып алайық. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар математика, қазақ тілінің жаттығулары мен есептерін бірге талдап жасайтын боламыз. Келесі кездескенше балалар сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта тек қана сәттілік тілеймін.